Барлықтарыңызға қайырлы күн. Осыдан жобамен бір ай бұрын жылыжайға еккен жаңағы тұқымдар қалай өсіп шықты, қандай жағдайда, сол туралы бір видео түсіріп отырмын. Мына біздің көрсеткіштер. «33 градус жылы, екінші болып тұрған. Одан кейін мынау ең соңғы тұрған смайлик жаңағы 36% деп, солай ептеп ернін көрдіңіздер ма? Ренжіп тұр. Ылғалдылық па, сол осы жердегі соның көрсеткіші. Енді әлде ауаның көрсеткіші ма, қатты ыстық болып, жаңағы смайлигіміз сол ерні сөйтіп тұр ма, ренжіген болып тұр. Енді мен жаңағы жылыжайда өсіріп атқан бірінші рет, сондықтан бұларды аса біле қоймаймын. Енді үйреніп жатырмын. Әйтеуір қатты ыстық болып кеткенде мына қабағы түйіліп кетеді. Қабағы түйіліп сондай болып кетеді. Сол кезде терезелерді ашып, ептеп ауа кіргізіп сөйтеміз. Бұны қазірге екі жақтан ашпадым, сквозняк болмасын деп, бір қабырғадан екі терезені ашып қойдым. Ауа кіре бастады. Ауа кірсін деп. Негізі 33 градусты көрсетіп тұр. Ыстық іші өте. Енді нашы ыстық болып тұрғаннан кейін сол ептеп ауасын салқындатып қояйық деп, жаңағы өскен салат жапырақтары міне сіздердің алдарыңызда мен видеоға көрсетіп отырғаным. Міне осылай. Қазір топырақ ептеп құрғап тұр. Енді мына жерлер ылғал, орта кездері. Дегенмен де мынау жан жақтары, шет жақтары құрғақ. Бүгін күннің көзі қайтқаннан кейін ептеп кешке қарай суару керек. Өйткені ыстықтан және де су болмағаннан қурап, әлсіреп, жаңағындай болып қалу мүмкін. Мынау салат жапырақтары өте тығыз орналасқан. Бұлар негізі менің білуімше көктемде ерте анандай топырақтың қатты ысып, жердің ысығанын, қызанақтарды, қиярларды далаға шығармай қоя тұрамыз ғой бізде орталық Қазақстанда. Сол кездегі ауа райына қарамайды, жаңағы қызанақ, қиярдан бірінші еге беруге болады салқынға. Ептеп салқын іштен етпейді, бұларға керісінше сол салқында жақсы өседі. Сондықтан жаңағы ерте салып осы салат жапырақтарын ерте сала бердім. Ерте болғанда негізі бұл жылыжайда жыл 12 ай сала беру керек қой, өсімдіктерді бәрін. Бірақ біз қыста ештеме екпедік, осы көктемнен бастап ектік. Бүгін наурыз айының 25-і, демек наурыздың бас кезінде ғой мен еккенім. Ақпанның соңғы күндерінде ектім. Жобамен бір ай болып тұр. Осы алдымдағы видеоларды қарасаңыздар. Сол осы салат жапырақтарын еккеніме жобамен бір ай. Мына тырбиып өсіп, енді жаңағы жапырақтары үлкейіп келе жатыр. Мына жерлерде дегенмен де өте тығыз. Мен әдейі жобамен тығыздап еге бердім. Өйткені көшет ретінде тығыз болып өсе берсін, кейін бір сыймай жаңағындай жапырақтар қаулап жатса, бұларды алып жаңағы басқа жерлерге арасын кейін қылып отырғызуға болады екен. Сондай видео көріп дайындалдым да, сондықтан тығыз қылып отырғыза бердім. Ал негізінде енді бір кішкене өссе, көрдіңіздер ма, айтады ғой недегі, көктемдегі ең бірінші зелен деп жаңағы осындай көкте өсіп шыққан, сондай витаминге, дәруменге толы деп, сондықтан енді кішкене өссе, ептеп шетінен салаттарға қолдана беруге болады. Міне салат жапырағының қазіргі жағдайы осындай. Осымен бірге қазір қызанақтарды көрсетіп кетейін. Мына жерде ептеп қызанақтар шығып жатыр. Енді қызанақтар әбден жаңағы жаңағы топырақтың қызығанын тосқан шығар, көрдіңіздер ма? Жобамен бір айдың шамасында шықты.
Бірағында бұл қызанақтардың тұқымы бәрі бір айдың шамасында шығады деген сөз емес. Негізі күнжылыда үйге көшет ретінде еккен кезде ертерек шығады. Менің білуімше енді жаңағы тұқымдар көп уақыт шықпай қойса, суарып қойып сондай болған жағдайда да шіріп кетуі де ықтималдылығы бар. Бірақ бұл жолы ондай, менде жалпы ондай есімде жоқ шіріп кеткен тұқымдарды. Осы мына қызанақтар шығып жатыр. Бойлары өте кішкентай, енді қанша деп айтсақ болады. 1-2 сантиметрдің жобасындағы кішкентай қызанақтар. Қазір тағы басқа видео түсіремін. Әзірге осыны бір видео қылып жүктеп қояйын каналыма. Назарларыңызға рахмет. Менің жылыжайымнан осындай видео. Осы видео ұнап жатса, жалпы видеоларым ұнап жатса, лайк басып, каналымды қолдап қоюларыңызды сұраймын.